Бірінші дәріс. Қазіргі заман мәдениетіндегі фотосуреттің орны. Фотосурет тек құжаттау құралы ғана емес, сонымен қатар өнердің, қарым-қатынастың және өзін-өзі көрсетудің күшті формасы ретінде заманауи мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл презентацияда біз оның даму тарихын, қоғамдағы рөлін және болашағын зерттейтін боламыз. Фотосуреттің тарихына қысқаша шолу жасайық. 1826 жылы алғашқы тұрақты сурет Джозеф Нисефор Мепс Леграсс терезесінен көрініс атты суретін жасады. Бұл фотосурет өнер мен технология тарихындағы революциялық сәт болды. 1839 жылы дагеротиптің енгізілуі. Луи Дагер жасаған дагеротип процесі фотосуреттің көпшілікке қолжетімді болуына мүмкіндік берді. Кейін 1888 жылы Kodak және ролик пленкасы. Джордж Итсманның Kodak камерасы мен ролик пленкасы фотосуретті әрбір үйге әкеліп, оны күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналдырды. Сонау 2000 жылдары сандық революция басталды. Сандық камералар мен кейіннен смартфондар фотосуретті түсіру және бөлісу тәсілін толығымен өзгертті. Фотосуреттің мәдениеттегі рөлінің эволюциясы. Деректі құрал. Бастапқыда фотосурет тарихи оқиғаларды, адамдарды және орындарды құжаттау үшін қолданылатын. Ол шындықты бейнелеуді сенімді құралы болды. Екінші, өнер түрі. Кейіннен фотографтар оны өзін-өзі көрсету, эмоцияларды жеткізу және жаңа визуалды тіл құру үшін пайдалана бастады. Фотосурет өнер әлемінде өзінің лайықты орнын алды. Әлеуметтік комментарий. Фотосурет қоғамдық мәселелерді көрсету, пікір қалыптастыру және өзгерістерді шабыттандыру үшін қолданады. Ол әлеуметтік әділетсіздіктерге назар аудартты. Коммуникация құралы. Қазіргі таңда фотосурет күнделікті қарым-қатынастың, әңгімелесудің және жеке басын көрсетудің негізгі тәсіліне айналды. Заманауи өнердегі фотосурет. Жаңа бағыттар мен эксперименттер. Заманауи өнерде фотосурет дәстүрі шекаралардан шығып, жаңа формалар мен контекстерді зерттейді. Суретшілер оны идеяларды жеткізу, әлеуметтік мәселелерге назар аудару және визуалды тілді кеңейту үшін пайдаланады. Абстрактілі және концептуалды фотосурет. Фотоманипуляция және аралас медиа. Интерактивті және инсталляциялық фотосурет. Виртуалды шындық пен кеңейтілген шындықтың интеграциясы. Бұл эксперименттер фотосуреттің өнердегі рөлін қайта анықтап, оны дамып келе жатқан және динамикалық ортаға айналдырады. Әлеуметтік медиа және фотосурет. Визуалды әңгімелесудің жаңа дәуірі. Әлеуметтік медиа платформалары мысалы Instagram, TikTok және Facebook фотосуретті күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналдырды. Олар адамдарға өз оқиғаларын, тәжірибелерін және тұлғаларын визуалды түрде бөлісуге мүмкіндік береді. Мәдениеттің визуалдануы. Фотосуреттер арқылы ақпаратты тез және тиімді таратуға болады. Жеке брендті қалыптастыру. Әлеуметтік медиадағы визуалды мазмұн арқылы өзін-өзі көрсетуге болады. Әлемдік байланыс. Суреттер арқылы мәдениеттер мен қауымдастықтар арасындағы байланысты нығайту оңай. Жеке бренд бұл қазіргі заманғы кәсіби және әлеуметтік өмірдің маңызды бөлігі. Фотосурет бұл процесті шешуші рөл атқарады. Алғашқы әсер. Жоғары сапалы фотосуреттер сенімділік пен кәсібилікті көрсетеді. Бірегейлікті көрсету. Фотосурет арқылы жеке тұлғаның ерекшеліктерін, құндылықтарын және стилін жеткізуге болады. Визуалды әңгімелесу. Суреттер адамның оқиғасын, мақсаттарын және жетістіктерін сөзсіз баяндайды. Дұрыс таңдалған және сапалы фотосурет сіздің аудиторияңызбен эмоционалды байланыс орнатуға көмектеседі. Бір сурет мың сөзге татиды демекші, фотосуреттер қоғамдық пікірді қалыптастыруда үлкен күшке ие. Олар эмоционалды реакция тудырып, көзқарастарды өзгерте алады.
позитивті әсер беріп, манипуляциялық қауіпті де тудыруы мүмкін. Фотосуреттер әлеуметтік мәселелерге назар аударады, жаңашылдықтарды орнатады және позитивті өзгерістерді шабыттандырады. Сандық өңдеу технологияларының дамуымен фотосуреттер бұрмалау немесе контексттен тыс пайдалану арқылы қоғамдық пікірді қасақана манипуляциялау қаупін туындатуы мүмкін. Фотожурналистика мен деректі фотосурет оқиғаларды объективті түрде жеткізуге және тарихи сәттерді құжаттауға көмектеседі. Куәгерлік және әлеуметтік өзгерістерге алып, тарихи мұраға айналдырады. Олар оқиғаларды куәгер болып шындықты көрсетуге бағытталады. Көптеген маңызды фотосуреттер әлеуметтік қозғалыстар мен реформаларға түрткі бола алады. Олар келесі ұрпақтар үшін маңызды тарихи дереккөз болып қалады. Бұл бағыттар қоғамның айнасы ретінде қызмет көрсетеді. Бізге әлемді және ондағы оқиғаларды тереңірек түсінуге көмек береді. Фотосуреттер сонымен бірге ол жауапкершілік деген ұғыммен де қатар жүреді. Фотографтар мен көрермендер этикалық мәселелерді де ескере кетуі қажет. Ол құпиялылық, шыншылдық, көрсету және әсер беру. Адамдардың жеке өміріне қол сұқпай және олардың келісімсіз суреттерін жарияламау тиіс. Суреттерді бұрмаламау және жалған контекстте көрсетпеу қажет. Әсіресе жаңалықтар мен деректі мазмұндары бар ақпарат көздерінде. Дәлелсіздіктер стереотиптерден немесе кемсітушіліктен бейнелерден аулақ болу қажет. Суреттерді аудиторияға тигізетін эмоционалдық және психологиялық әсерін ескере кетуі қажет. Қорытындылай келе, фотосурет мәдениетіміздің ажырамас бөлігі болып қала береді және технологияның дамуы мен оның рөлі де әртүрлі арта түсе бермек. Мысалы, жасанды интеллект, виртуалды және кеңейтілген шындық, ғаламдық байланыс, осының барлығы фотосуреттің болашағы және де мәдениетке ықпалы болады. Біздің визуалды әлемде фотосурет тек көру үшін ғана емес, сонымен қатар ойлануға, сезінуге және әрекет етуге шақырады.